Қайырлы күн 11 сынып оқушылары. Қазір біз 90-дық бақылау жұмысының тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Өздерің білетіндей уақыт шектеулі, сағат 9:05-те басталып 9:45-те аяқталады. Яғни 40 минут қана беріледі. Ертең 23 қазан күні өтеді. Одан кейін тапсырмаларын қабылданбайды балалар. Әдеттегідей Teams бағдарламасында мына задание бөліміне кіреміз. Осының ішінде информатика пәнінен ТЖБ тапсырмасы 11 сынып деп тұр. Осында кіреміз балалар. Естеріңе сала кетейін, міндетті түрде мектептің берілген логин парольмен кіру керек, немесе сендерде задание шықпай қалады. Ары қарай мынау Microsoft формада берілген форманы ашамыз. Сендерде қалай көрінетінін білмедім, менде ұйымдастырушы болғандықтан осылай көрініп тұрады. Кіреміз формаға, міне тапсырмалар ашылды, ескертуді оқимыз. Одан ары қарай бірінші сұрақ: ақаулыққа төзімді. Біз биологиялық және жасанды нейрондық желілердің айырмашылықтарын өттік. Сол айырмашылық бойынша биологиялық ақаулыққа төзімді ма, әлде жасанды ма? Бір ғана жауап дұрыс, екеуінің біреуін белгілейсіңдер. Төменде көрсетілген жасанды интеллект түрлерінің қайсысы әмбебап мәселелерді шешеді? Біз жасанды интеллекттің екі түрі бар дедік балалар, соның екі түрінің біріне жатады. Әмбебап мәселелерді қайсы түрі шешеді? Соны бір ғана жауап дұрыс бұл жерде белгілейсіңдер. Ары қарай көп жылу шығарады. Жаңағы нейрондық желінің биологиялық және жасанды түрлері қайсысына жатады? Қайсысы көп жылу шығарады? Биологиялық па, жасанды ма? Ары қарай мұнда Excel'де есептер болды. Сол бойынша мынау төменде берілген формулалармен біз қайсы мәндерді есептейміз? Осыны анықтайтын боламыз. Міне, сендерде Excel'де берілген ячейкалары барлығы берілген балалар. Сол яшық бойынша есептеуді сәйкестендіріп қоямыз. Міне, раскрывающийді ашамыз міндетті түрде, қалып кетпесіне. Ары қарай машиналық оқыту бағыттарын түрлерімен және әдістермен сәйкестендіріп белгіле. Бақыланбайтын бұл қайсы машиналық оқытудың бағыты немесе әдісі саналады? Ансамбльдердікі ма, немесе классикалықтікі ма? Бұл жерде де міне стрелкаларды басып барлығын белгілеп шығамыз. Стекинг әдісі мысалы. Ансамбльдерде ма, ол классикалық бағытта ма? Белгілейміз. Ары қарай нейрондық желі ұғымы алғаш пайда болғанда оның дамуына не кедергі болды? Біз нейрондық желілерде даму тарихын өткен болатынбыз. Бір жауап қана дұрыс, біреуін белгілейміз. Жасанды интеллектке жатқыза аламыз ба? Мына қала картасы енгізілген деп басталған мынау сөйлемді оқимыз міндетті түрде. Және осы сөйлем бойынша осы берілген құрылғы жасанды интеллектке жатқызамыз ба, жатқыза алмаймыз ба? Я немесе жоқ белгілейміз. Машиналық оқыту бағыттарын жазыңыз. Бағыттарды біз білеміз, неше бағыт бар еді? Соларды үтір арқылы жазамыз. Осылай жазасыңдар. Үтір арқылы өзін өзі қалпына келтірмейді. Биологиялық нейрондық желі ма, жасанды нейрондық желі ма? Біреуін белгілейміз. Секундына орта есеппен 200 рет жұмыс істеуі мүмкін. Қайсысы 200 рет жұмыс істеуі мүмкін? Оны белгілейміз. Міне барлығы болғаннан кейін отправить батырмасын бассаңдар, жауап қабылданды деп сендерге хабарлама келеді. Барлығыңа сәттілік болар. Ең жоғарғы ұпай 20 балл, ал жалпы 10 сұрақ бұл жерде. Сау болыңдар, сәттілік барлығыңа.